Сара Абзалға күтпеген тосын сыймен бөлісті. Сара қызымыз күтпеген жерден әлеуметтік желідегі парақшасында сторис арқылы ешкім естімеген мәлімдеме жасады. Желі қолданушылардың Абзал жайлы сұрағына жауап берді. Сара: маған ондай адам енді керек емес. Абзал үшін талай қиындықтан өттім. Бұрынғы әдетінен бас тартпайды. Мен онымен енді қосылмаймын, деп күтпеген жерден мәлімдеме жасады. Еске салайық, Гүлсара Атшулла сториста Абзал эфирге шықпай тұрып қойған еді. Естеріңізге тағы да сала кетейік, Сараның Абзалы қосылайыққа жаңа қатысушы атанған болатын. Желі қолданушылары жарыса жазды. Вот нағыз краш келді, а не ваши Айсұлтан. Бәрін орнына қоятын адам наконец-то. Міне нағыз краш келді ғой. Ай шүгіңді түйіп қоя бер, мына краш сені шайнамай жейді ғой. Грубый краш пен грубый емес краш бір жерде отса қалай болады? Айсұлтан Абзал: ойбай, не бетімен келді ұятсыз. Сара қызды қасиаққа батырып тастап арсыз бұнда қатын іздеп келіп отыр, жағымсыз ай. Мынау тағы келді ме, артынан Сарасы келеді. Сараның құтылғаны дұрыс. Ойынға кірген адам ешқашан тастай алмайды. Ақылы бар қыз келмейді деп үміттенем. Келсін. Кім келмей жатыр? Үйленетін жастағы жігіт. Бұрынғы қатынас болмады, енді өмір бойы жүреме. Өз адамы кездесер. Кінәлап қажеті не? Оңбаған көр көкірек. Саған шыдаған Сара, басқа қыз саған шыдамайды. Ит мінезіңе. Сараны жылатып жақсы жар табам демей ақ қой. Сараға обал саған қарап сені біраз сүйреген. Абзал өте тартымды жігіт, молодец. Дұрыс жолға түсіпті, сәттілік. Өзіңді жақсы жағынан көрсет, өзіңді ұстап сабырлы болып жүр. Осылайықты енді көруге болады. Ато қызығы кетті. Абзал келіп еді, түрлері ақ кетті ғой бәрінің. Орындарына қоятын жігіт келді ау, деп жарыса жазды көрермендер. Еске салайық, Абзал мен Сара хикаясы әлі де бітер емес. Себебі Сара жақында сіз күтпеген жаңалықтармен бөлісетінін айтты. Қандай жаңалық? Сараның өмірінде қандай жаңа өзгерістер күтілуде? Бұл туралы алдағы уақытта білетініміз анық.